Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін кезекті сабағымыз массивтерге бір өлшемді және екі өлшемді массивтерге тапсырмаларды орындау. Мына 9 сыныптың оқулығында 120 бетте жалпы 4 бөлім бір және екі өлшемді массивтерден шығармашылық практикалық жұмыс істейді. Біз осы жерден бастайық. Бірінші тапсырма айын бір өлшемді массив берілген. Мұндағы 1 мен 99-ның арасында және А массиві 100-ден кіші, 1000-нан кіші. Осы массивтегі барлық екі таңбалы сандардың санын тап. Барлық екі таңбалы сандар. 8 элемент берген, соның ішінде екі таңбалы сандар. Мұны жалпы бізде былай жасауға болады. N элемент енгіземіз. Ары қарап сан табу үшін S-ті 0-ге теңестіріп аламыз. Бұға бос орынға жиектеп аламыз. Енді қараңыздар, A list map into split деп n-ға дейін граница қоямыз, n-нан асып кетпесін. Яғни біз бос орын арқылы бір қатарға сандарды енгізіп шығамыз. Ары қарап цикл ашамыз. Егер осы әрбір элементі 10-нан үлкен және 99-дан кіші болса, онда соларды шығар және солардың санын есепте. Print результат шығару керек. Мына бос орын келесі қатарға бізде бұны шығару керек. Ранға жібереміз. Мысалы 8 элементтен тұрсын. Кітаптағыны шығарайық. 485, 14, 586, 2, 5, 540, 58, 27, 896 дейік. Яғни бізде екі таңбалы сан жалпы 3. Міне қарап тұрсаңыздар, олар 14, 58, 27. Міне осылай шығарып берді. Ал кеттік ары қарап жалғастырамыз. Бізде келесі тапсырма іріктеу. Еліміздің бокстан жетістіктерін дүниежүзі мойындаған, ары қарап кетеді. Бізде ең маңызды жері мына жер. Боксқа үйірмеге қатысу үшін боксқа үйірмеге қатысу үшін 47 мен 92 килограмм арасын алу керек. N оқушы боксқа қатысады, соның ішінде салмақтарды іріктейді. Демек, 10 оқушы салмақтар берілген, соның ішінен және солардың қай орында индексте тұрғандарын шығарып беру керек. Ары қарап екінші тапсырма. Бірінші тапсырманың екінші варианты бар. Оны бұлай жасауға да болады. Мен көріп тұрсыздар. Болмаса бұлай жазуға да болады. Айырмашылығын қазір кейін түсіндіріп өтем. 122-ші тапсырманы ашайын. Тура жаңағыдай оқушы санын енгіземіз, оқушы салмағын енгіземіз. Print қатысатын оқушылардың тізімдегі нөмірі. Демек, мына жерге 47 мен 92-ның арасын көрсетеміз. Және солардың индекстерін шығарамыз. Және солардың санын есептейді. Санды нәтижені шығару керек. Ары қарай беріңіз. Мысалы 10 дейді. 80, 32, 78, 98, 47, 85, 65, 110, 34, 119 дейік. Демек, қатысатын оқушылардың тізімдегі нөмірлері 0, 2, 4, 5, 6 индекстерінде тұр. Демек, қарасақ, міне 4-те мынау тұр, 6-да 47 тұр, 5-те кеттік ары қарап 85 тұр міне. 47-ның 5 пен 6 мынау екеуі тұр. 65 тұр еще. Так, 34 бізге кірмейді. Сонда получается 1, 2, 3, 4, 5 екен. Демек, сандары 5. Бізге шығарып берді. Келесі тапсырмамыз
Бізде келесі тапсырма файлдан оқу. Input файлына біз мәлімет енгіземіз, output файлына нәтижені шығарамыз. Демек бізде 12 есептің мақсаты не? Осы файлда мәлімет жұп индексте тұрған тақ сандардың қосындысын табу керек екен. Жарайды, оны тауып қазір көрсетейік. Бізде үшінші тапсырма 121-ші беттегі. Ол үшін мен яқта файлды ашамын, input деген файлым бар, міне тұр, міне inputқа мәліметтерді енгізем, тур оқулықтағы мәлімет. Ары қарап жалпы түсіндіріп өтейін. Үшінші тапсырманы ашу керек еді бізге. Үшінші тапсырманы отыр. Үшінші тапсырманы файлдан input текст файлды оқу үшін ашам, outputты жаңа файл қылып жазу үшін ашам. Және бірінші қатарда енді сол файлдан оқимын. Екінші қатарда файлдан оқимыз. Ары қарап әрбір элемент 0 n-ға дейін 2 қадаммен, 0, 2, 4 жұп индекстерді оқиды. Сөйтті содағы тақ сандарды есептеп қосындысын табады және соларды шығарады. Ары қарап ранға жіберсек, тексеруге программа есептелді. Болды. Нәтижені output деген файлдан көремін, файлдан көрем. Демек, жалпы суммасы S тең 77-де тұр міне. Олар қайсы екен? 21, 41, 15 деген сандар екен. Яғни жұп индекстегі тақ сандар. Шын мәнісінде сондай ма көре саламыз. Олар 21 деген және 41, 0, 1, 2, 2-дегі жұп индекс, бірақ бұл жерге жұп сан, сондықтан ұнамады. 3, 4 деген жұп индекс, бірақ саны тақ. Көрдіңіздер ғой, солай алады. Және олардың қосындысы 77 екен. Келесі тапсырмамыз бізде 4-ші тапсырма. Xn өлшемді 3 таңбалы натурал сан массивте берілген. Осы массив элементтерінің арасынан бірінші және соңғы цифрлары бірдей 3 таңбалы сандарды шығару керек. Жарайды, көрейік. 4-ші тапсырма. Мына жалпы n xn массиві ғой бізде. n элементтен тұратын бос орын арқылы элементтерді енгіземіз. Енгізген элементтердің ішінде біздің массив элементтері 100-ден жоғары, себебі 3 таңбалы сандар 100-ден басталып 999-мен аяқталады. Және сол сандарды анықтаған жағдайда оны біз жолға айналдырамыз. Сөйтіп сол жолға ыңғайлы болу үшін әртүрлі басқа да жолға айналдырмай шығаруға болады. Онда кейінгі жол көрсетем. Қазір жолға айналдырған бізге ыңғайлы, себебі жолдарда 0 бірінші индексімен және соңғы индексті алған ыңғайлы бізге. Және соларды шығарамыз. Ранға жібереміз. Бізде 10 дейді. Арғап 141 алу керек бұны. 605 бұдан кейінгісі 786, 177, 989, 666, 909, 545, 100, 101 дейік. Демек, міне 141, 989 бірінші цифрасымен, соңғы цифрасы бірдей бірлерді шығарып берді алардың ішінен. 605 тастап кетті, 177 тастап кетті, 786 тастап кетті, 100-ді тастап кетті міне. Солардың ішінен 6-ауын шығарып берді. Бұл біздің 4-ші тапсырмамыз. Коды мынандай жалпы. Көрдіңіздер ғой, шарт қоясыздар. Екеуінің арасында болса, және сол элементті бір жолға айналдырып аламыз. Сол жолдың бірінші мен соңғысы тең болса, онда соларды шығар дейміз. Келесі тапсырмамыз К-ға тең дейді. Bn өлшем массиві беріледі. Осы массивтің арасынан соңғы цифр К-ға тең сандардың қосындысы. Бұл бізде 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырма екі түрлі вариантта шығаруға болады. Екінші вариантын көрсете салайын. Бізде екі өлшемді массивті бұл. Екі өлшемді массив.
қатар қатар саны бос жиын осыған мына жалпы былай ұйымдастыруға болады екі өлшемді массивтіні. 3-4 түрлі нұсқасы бар. Соны мына кәдімгі екінші нұсқасын мен сіздерге көрсетемін. Так, мына жерге дейінгі бізде массив элементтерін енгізу. Мыналарды енгіземіз. Қазір айырмашылығын түсіндіремін. Мына жерде for j екеуміз қатармен бағанға цикл ашамыз да, және мына жерге біз сразу мен санды қоя салдым. Негізі input k деп енгізуге де болады деді. Мысалы 7. Егер соңғы цифрасы 7-ге тең болса, және соларды қос дедім. Қазір жіберіп көрейік. Допустим, бізде айтайық 3 элементтен тұрсын. Массивте баған санында 3 дейік, 3-те 3. 12, 47, 38. Enter'ді басам, келесі қатарды енгіземін. 17, 15, 69. Келесі 70, 11 және 7. Мынаны қараңыздар. Бұл жерде бізге мына соңғы цифра 47, 17, 7 үшеуін қосып беру керек. 71 шығу керек. Енді Enter'ді басамын. Массив элементтерінің қосындысы 71. Демек, бізде мынаны және мынаны қосып берді. Бұл екінші нұсқасы. Енді бірінші нұсқасын ашып көрсетемін қазір. Бізде бұл 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырма бірінші нұсқасы мынандай. Енді айырмашылығын қазір көресіз. Мына жерде жаңа мен өзім қатар-қатармен енгізіп шықтым. Бірінші нұсқада мына жерге дейін массив элементтерін енгізіп шығарады. Бұл жерге де тура сол шарт қолданылады. Енді айырмашылығы мына жерде. Мысалы айтайық, қысқа болу үшін үшеу дей салайын. Элементтерді енгізіп шығамыз, мысалы 12 тура. Enter арқылы, бұда Enter арқылы енгіземіз. Қараңыздар. 47 айырмашылығы сода. 38 и 17. Екінші нұсқада жаңа как тізім ретінде қабылдайды, бұлда уже как отдельный массив. 15, 69, 70, 11 и 7 дейік. Міне, біздің енгізген массив элементтеріміз мынау. И мына жаңағы қосқандардың нәтижесі мынау. Осылай жазуға болады. Екі түрлі кодты пайдалануға болады. Мына код. Екінші нұсқаның коды мынау. Келесі тапсырмамызға көшейік. Келесі тапсырма бізде 6-шы тапсырма. Тақтардың саны. Екі өлшемді массив беріледі. Осы массивтің бас диагоналында орналасқан. Главный диагоналда орналасқан тақ элементтердің саны. Бізде бұл 6-шы тапсырма. 6-шы тапсырма. 6-шы тапсырма. Екінші вариантын көрсетейін. Мына жерге дейін сіздерге белгілі уже, массив элементтерін енгіземіз. Арқарап қандай да бір PS разница жоқ, любой бір артыласы нөлге теңестіріп аламыз. Цикл ашамыз. Егер бас диагонал деген сөз и мен j тең болса деген сөз. Және соның ішіндегі сол элементтер екіге бөлген кезде бір қалдықша ол тақ болады, соларды есепте дейді. Ал екіншісінде кодын ашып көрсетесілейін қазір. Бірінші вариант. Бірінші вариант тура жаңағыдай вариант. Бұл жерде де код солай. Айырмашылық енгізуде ғана. Жіберейік. Мысалы үшін бізде 5 дейік. Массив элементтерін енгіземіз. 1, 2, 3, 6, 5. Келесі қатар. Бізде 2, 5, 6, 9, 8. Келесі қатарымыз 1, 7, 8, 9, 6. Келесі 4, 8, 9, 5, 3. Келесі қатарымыз 1, 5, 3, 6 и 7.
массив элементтерінің саны. Яғни бас диагоналдағы элементтердің саны ғой. Қандай сан еді? Тақ сандары. 1, 2, 3 и 4. Бас диагонал дегеніміз осы мына сызық. Мышқа жүріп отқан сызық. Бұл бас диагоналдағы тақ элементтерінің саны 4 екен. Жалпы коды осылай. Келесі тапсырмамыз екпінділер нешеу дейді. Екпінділерді анықтау. Ол тоже екі өлшемді массивтер. Матрицалар берілген. Соның ішіндегі, қараңыздар, екпінділер сан, қатар сандарын анықтау керек. Мысалы, қатарда 3 кездесіп қалса, оны алмау керек. Бізде ол қай нұсқа? Осы нұсқаны оқып көрсетейін. Бұл жерге дейін сіздерге белгілі. Бұл жерде мен n-ді екеу қылып алдым, n және m. Себебі бізде қатар мен баған екі түрлі ғой. Матрица емес бұл жерде. Бұл жерге дейін жалпы массив элементтерін енгізу. Содан соң, қараңыздар, for I in A мына массивтің ішінде болса дейді. Қандай деп айнымалап аламыз? True деп аламыз оны. Пока қосылып тұрады. For G екінші бағандарымыз осы айдың ішінде болса, және not in деген сөз 4 пен 5 болмаса, басқа жағдай болса, 3 түр болып қалса, онда ол p-мыз true болмай қалады. Жалғанға шығарамыз. Тоқтатамыз секілді. Арғап, егер p-мыз true болса, онда S счетчикті ашамыз. S плюс 1-ді ашып отырады. Сонда екпінді оқушылардың санын анықтайды. Сонда қатарды анықтайды. Қатарда егер 3 кездесіп болса, оны санамайды. Өзіп тастап, келесіне өткізе береді. Сандарды санап отырды. Мысалы үшін, айтайық, бізде 3 оқушы 4 пәннен бағалар дейік. Допустим, бірінші пән 3, қалған 4, 3, 4. Келесіміз 4, 4, ойбой. 4. Ентерді басып жіберіп, қазір қайттан тоқтатып қайта жіберем. Так, 3-те 4 дейік. Допустим, 3, пробел 4. Екінші пәннің бағасы, үшінші пәннің бағасы 3 болып қалды, и 4-ші пән 4. Келесі оқушы, мысалы 4, 5 алды ол, 4 алды ол, и 5 алды дейік. Келесі оқушымыз үшін 5, 1, 4 бар, қалған бәрі 5 дейік. Міне, жалпы 3 оқушы 4 пәнді енгіздік. Енді сонда бізде мұнаны санамау керек. Мына екпінді оқушы болады. Соны есептеу керек. Ентерді басамын. Сонда екпінді оқушылардың саны 2. Сонда мына қатармен мына екі қатарды санап отыр. Жалпы коды осыған білесіздер. Егер бізде тек қана отличник тап десе, онда мынаны алып тастайсыздар. Сонда 5-терді санап шығады.